Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен біз 15-ші топтың бейметалдарын қарастыратын боламыз. Әрине, ең бірінші азоттан бастаймыз. Енді азоттың периодтық жүйедегі орналасуын көретін болсақ, ол екінші периодта 15-ші топта орналасқан атомдық номері 7 және салыстырмалық атомдық массасы 14. Жалпы азот атомның құрылысында 7 протон, 7 электрон және 7 нейтрон бар. Электрондық конфигурациясы 1s2, s2, 2p3. Сыртқы қабатта 5 электрон бар, яғни бұл жерде трийді моделінде қарастырсаңыздар, бірінші энергетикалық деңгейде 2 электрон, екінші энергетикалық деңгейде 5 электрон орналасқан. Кеңістікте орналасуына көретін болсақ, азот молекуласы n-екі түрде болады. Екі азот атом арасында үштік байланыс болады, сондықтан молекуласы өте тұрақты. Бұл жерде суретінде көрсеткендей қарап көрсеңіздер болады. Жалпы азоттың екі изотопы бар, яғни азот 14 және азот 15. Ең көп таралғаны азот 14. Азотты 1772 жылы Шотланд ғалымы Даниэль Розерфорд ашқан, кейіннен Антони Лавуазье оған азот нейтрожен деген атау берген болатын. Азот табиғатта өте кең таралған, атмосферада 78% азоттан тұрады, тірі ағзаларда, топырақтарда, минералдарда кездеседі. Жалпы азоттың алыну жолына келетін болсақ, ол өнеркәсіпте сұйық ауаны фракциялық айдау арқылы алынады. Зертханада аммоний нитритін ыдырату арқылы азотты алуға болады. Азоттың негізгі қасиеттері түссіз газ, иіссіз, дәмсіз, суда аз ериді, жанбайды, қайнау температурасы -196 Цельсий градус. Азот салыстырмалы түрде белсенді төмен элемент, ол сутекпен әрекеттесіп аммиак түзеді. Оттекпен әрекеттесіп азот екі оксидін түзеді және металдармен әрекеттесіп нитрит түзеді. Енді қосылыстарына келетін болсақ, ең жиі кездесетін қосылыс, яғни ол аммиак, NH3, азот оксидтері, азот екі оксиді және азот 4 оксиді. Азот қышқылы, мысалы HNO3 және аммоний тұздар NH4, хлор. Жалпы қолданына келетін болсақ, өнеркәсіпте аммиак өнеркәсібінде қолданылады, тыңайтқыштар алуда қолданылады, медицинада сұйық азот қолданылады, тамақ өнеркәсібінде азық-түлік сақтау кезінде қолданылады және электроникада инертті ортада үшін осы азот қолданылады. Азот туралы қызық мәлімет айтып өтетін болсақ, атмосфера 78% осы азоттан тұрады, сұйық азот өте төмен температурада болады. Азот өсімдіктердің үшін өте маңызды элемент. Азот айналымы табиғатта маңызды биохимиялық процесс. Жалпы азотпен жұмыс істеген кезде жақсы желдететін жерде жұмыс жасау керек, жоғары қысымнан сақ болу керек. Сұйық азотпен жұмыс кезінде қорғаныс құралдарын қолдану керек. Азот табиғат болсын, өсімдіктер болсын өте маңызды. Сондықтан да ол тыңайтқыш өндірісінде, экологияда, медицинада, азық-түлік сақтауда, технологиясында маңызы зор. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийге жазып өтіңіздер және осы сабақтың төменде берілген сілтемедегі тапсырма тесті орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.